айтса да, бұл патша жоқ па ол жерде, жер фитна жері болып тұр ма, ол жерде соғысу мүмкін емес. Қазіргі күндегі мынау Сирияда болып тұрған сияқты. Біз ол Сириядағы елдерге мұсылмандар болғандығы үшін ішіміз ашиды. Оларға дуа қыламыз. Олардан бәле көтерілуіне, әйелдерінің әуреттарын жауып, олардың бәлелерінен, олардың абыройларына осылай бір жамандық қылып тұрғандарға қарсы дуа қыламыз. Бірақ ол жерге барып, қазіргі күнде соғысайын десек, ол жерде соғысатын соғыс жоқ. Ол жерде кім кімді өлтіріп атқанының өзі анық емес. Егер қазіргі күндегі өкімет құлайтын болса да, Аллаху алам, одан кейін кім кіммен соғысады жерде. Бүткіл тайфалардың бәрі жиналып қалды қазір жерде. Қаидада бар сол жерде, Хизбут Тахрирде бар, Софизмда бар ол жерде, басқа ихуан муслиминдерде бүткіл барлығы жиналып отыр жерде. Екінші Афғанстан болайын деп тұр жерде. Сосын ол жерге баруға бұл шариғат рұқсат бермейді, себебі фитна жері. Оларға жәрдем береміз бе десе, мұсылмандардың бастығы арқалы жәрдем беріледі. Олар не жағынан? Мұсылмандар, сол жерде жүрген мұсылмандардың жеуі бар, ішуі бар, аураты бар, басқасы бар, ауруы бар. Соларға мұсылмандар жәрдем береді. Жоқ дегенде сен жоғатпайтын дуаң бар. Алла субханаху ва тағаладан сұрайсың, Алла солардың басынан осы бәлені көтерсін деп. Сұрайсың. Ол сұрауды ешкім сенен қайтармайды. Бірақ ол жерге барып соғысып қан төгуге шариғат рұқсат бермейді. Себебі анық емес, жалаудың астында өлдің, егер өлсең. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қайбір ман қутила тахта раятин илмия дегені анық емес, жалаулар. Соның астында болып өлсе, фақитлатуху жахилия, жахили өлімде өлген болады. Аллаху акбар, бұл өлім қандай бір сыртқы көрінісінде пәзілетті бір әдемі болғаны менен, Аллах субханаху ва тағаланың шариғаты бойынша, ол жахили өлім болып есептеледі. Аллах субханаху ва тағала бұл нәрсеге рұқсат бермеген. Сол үшін Уәләр қитәлі фил фитна. Қитәл, соғыс, фитнада ондай соғыс мүмкін емес. Енді қазір кейбіреулері шығып жатыр сол жерде. Сендер білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Аднан Арур деген бір бидат иесі бар. Шейх Рабилар ондап жылдардан бері о кісілерден қайтарып келеді. Қазір сол кісі сол Сирияда болып тұрған жағдайдың басында тұрған сол адам қазір. Сол айтады, егер біз қазір, егер не болатын болса, біз осы біздің ісімізге қарсы болып атқандарды ләнеттейміз, соларға қарсы боламыз деп айтады. Ахлі сүнна вал жамаат қазір қарсы емес, кеше сол Сирияның патшасына қарсы елдерді дайындап атқанда, соларға қарсы адамдарды жек көрсетіп, соменен сол фитнаны бастап атқан уақытта Ахлі сүнна вал жамаат аймалары одан қайтарған. Осы фитна болмай тұрып айтқан, осылай болады деп келешекте. Бұны ғайыптың білгеннен емес, шариғатты білгеннен, тәжірибені білгеннен айтты олар. Оларды ескертті осы істер дұрыс емес екенін. Ешкім бұл жерде, бұл Сирияның патшасы дұрыс немесе анау деп атқан жоқ. Оның жамандығы ол әрбір мұсылманға анық болды. Бұрыннан. Ол да оның әкесі де не бір жамандықты өткен, не бір мұсылмандарды қырып жіберген, ол анық нәрсе. Бірақ ол адамның қол астында болып мұсылмандардың қанын сақталып қалуы қазіргі күндегі фитнадан көре абзал еді. Біз болғанбыз сол 98-99, 2000 жылдары Сирияда болғанбыз. Мешіттер ашық, дағуат кетіп жатыр, сүндет таралып жатыр, шариғат ашық, махаттар, небір университеттер бар. Мешіттерге қанша болса сабақ беймарал, ешқандай бір саған қарсылық жоқ. Тек қана өзіңнен бір бәле болмаса, бір нәрсені бүлдіріп жүрмеген болсаң, саған ешкім тиетін ешкім жоқ. Тыныш. Сол Сирия. Бәлкім бұл әкесінің уақытында, әкесі Лениннің атам деп жүрген адам ол. Әкесі. Хафизул Асад деген. Мынау баласы енді азғантай демократияға жақынырақ, өздері ойлаған еркіндікке жақынырақ адам болды. Ойдағы еркіндік қой енді. Қандай еркіндік екенін Алла өзі біледі.
соған жақынырақ, одан кейін мешіттер көбірек ашылып, кеңдік болып жүрген, оның осы амандығына, осы тыныштығына күпірлік қылған халық енді қазір соның бәлесін көріп жатыр. Кім зиян көріп жатыр ол жерде де? Саясатшылар, үлкен соның бастықтары қашып кеткен. Сирияда, Түркияда жүр, Европада жүр, қашып кетті. Кім зиян көріп жатыр? Халық. Кімнің халық? Саған, маған ұқсаған адамның қаны төгіліп жатыр. Ешкілер қашып кеткен. Ешкілер қашып кеткен ол. Оны артынан қуаласаң да ұстай алмайсың. Өзбекстан жағдайы соғанда көтерілді, өздері жай кететін жеріне кетіп қалды, мына жақта сойылатындар сойылды сосын. Солай ма жоқ па? Адам Алла субханаху ва тааланың дінін ақылмен өлшемейді. Алла субханаху ва тааланың діні бір уақыттан басқа бір уақытқа жүретін дін емес. Ол ардайым, қияметке шейін жүреді. Оны білген адам біледі, білмеген жоқ. Бол Құр'анда, бол сүндетте бүткіл жағдайларға жауап бар. Ол саяси болсын, ол әдеп ақлақтан болсын, міне оқып жатырмыз әдеп ақлақтың бәрін. Солай ма жоқ па? Не жақтан болсын, Аллах субханаху ва тааланың шариғатында жеткілікті, қанағатты жауап табасын. Ол бар нәрсе. Бірақ білген айту керек, білмеген өзін айыптау керек. Біреуде емес. Түсінікті ме жоқ па? Уала ал-қитала фил фитна. Ва насмау ва нути'у лиман валлаху Аллаху азза ва джалла амрана ва ла нанзау ядан мин та'a. Біз деп отыр, Аллах субханаху ва таала ісімізді берген патшаға ардайым мойынсынамыз, одан ешқандай мойынсынуды тартпаймыз, яғни оған қарсы шықпаймыз, оның мәселелерінің барлығы жалпы өтті.